Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын сосиски тесте жасайтын боламыз. Үй жағдайында печкаға пісіреміз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алдымен маған тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға жылы сүтімізді, аздап жылы су, бір жұмыртқамызды, тұз, құмшекер және де дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және де ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қолға жабыспайтындай етіп, қамыр илейтін боламыз. Барлығын салып жібермеңіздер, аз-аздан сала отырыңыздар. Қамырымыз қатты болып қалмасын. Енді майымызды құйып, сұйық майымызды 2-3 ас қасықта құямыз дағын. Жақсылап араластырып, бетіні жауып, жылы жерге 1 сағатқа, 1,5 сағатқа қалдыратын боламыз. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Балдарыңыз сүйсініп жейтін болады. Әр бала жақсы көреді деп ойлаймын. Осылай болғаннан кейін бетін жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге қалдыратын боламыз. 1,5 сағаттан кейін көтерілген, қолымызды майлап, жақсылап дастарханымызға түсіріп алатын боламыз. Осылай майлап, дастарханымызды да жақсылап, енді пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Сосискаларды да пакетінен шығарып қоятын боламыз. Барлығын бөліп алғанымыздан кейін қолымыздың көмегімен ұзынша етіп жайып алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қолымызды майлап, жеңіл осылай домалақ етіп жайып аламыз, ұзынша етіп. Сосисканың бір ұшына кіргізіп, осылай орап, ешқандай қиындығы жоқ. Осылай орап қоятын боламыз. Барлығын дәл осы ретпен істеп шығатын боламыз. Барлығын қылып болғаннан кейін енді листімізді майлап, сосискаларымызды орналастырамыз. Орналасып болғаннан кейін бетіне жұмыртқамыздың сарысына аздап сүт қосып жібереміз. Сонда әдемі шығады. Бетіні жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Үстінен күнжітімізді сеуіп шығамыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер рецептерім ұнаған болса, тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің арнамда көптеген рецептер бар. Қолжетімді үй жағдайында дайындалатын көптеген тағамдардың, ыстық тағамдардың рецептері бар. Видеомды соңына дейін көріп, қолдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.